ысас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева чалышам, хайырлы ақшамлар. Қырымда көчүчү маммограф кабинеті сатын алынды. Бірінші оларақ тешкірулерден кім кечті? Украинада Қырым татар яйынлавына қойылған ясақ ненен бағлы? Сейітлер районында қач гектар ерде алма тереклері сачылды. Русия Федерациясының акимиеті толу теркіпнен истифаға кете. Бұақта Владимир Путиннен көрішівде Дмитрий Медведев илан етті. Девлет елубашчысы федераль топлашуға ось мұраджатында ана ясада бір сыра дінішмелеріні теклиф етті. Олар Медведевнің фікірінже ижра қанун чықарыжы ве махкеме акимиетінің балансыны дініштіре. Владимир Путин оснев бетінде акимиет азаларына иш үшін тешекірулер білдірді. Русия президенті Хавсызлық шурасы рейсінің муавины вазифесіні кірсетмек ниетінде оны Медведевге теклиф етмек ақында хабер етті. Бұл вазифеде Путиннің фікірінде шымдыки визерлер кабинетінің елбашчысы Мудафа ве хавсызлық мевзуларының оғраша білежек. Қырым сәкенлері ерлі мобиль бақ операторларына кечіп олажақлар. Март айындан башлап МНП қызмет чалышы башлайжақ. Оның ярдымынен сәкенлер өз телефон номерасыны сақлап, Қырымлы мобиль бақ операторларына кечіп олажақлар. Бұақта Русия Федерациясында рақами инкишав бақ ве күтлеви коммуникациялар везірінің муавины Олег Иванов хабер етті. Бұл қызмет чалышы башланған сон біз башқа операторларының фиятыны незарет етмейжекміз. Олар элбетті көтерележек. Абонентлер Қырым операторларының фияты азча олғаныны білелер. Қызметлер есе айны. Шу себептен олар ерлі мобиль операторларына кечелер, шымды олар Қырымда дордане. Бұл процесс бір қач ай девам етежек. Ен зияды ярым ел, ама бұл олажақ шей. Украина АТР телеканалының Қырымға доғыртылған яйынлавыны тоқтатты. Киевде бина кираға алынғаны үшін телеканалының боржы 38 миллион рублені тешкіл етті. Паралар Израиль спутник шirketіне қайтарылмақ керек. Ама параларны тапмаға чаре жоқ. АТР хадемлері үшін девлет Украин эсаплары 0 дәрежесіне келді. Канал қачып кеткен мемлекетте ят олды. Шынды программалар чықарылығы 90%-ға эксілді. Бұл ақта өзінің Facebook сәйфесінде АТР телеканалының генераль мудирінің муавины Айдар Муждабаев язды. Яйынлавны бізге Саба Израиль спутник шirketіне боржымыз олғаны себебінден тоқтаттылар. Біз боржыны яны елғажы қайтармақ керек едік. Бұл алда не япмалы керчек айтсам білмейміз. Программалар чықарылығы 90%-ға эксілді. Хатырлатамыз, Украинаның эсап палатасы тижери каналының бюджет параларыны қолануында бұйықтен бұйық бозулар тапты. Эсабатта белгіленгеніне көре 2016 сенесінден 2018 сенесіне же АТРге 149 миллион гривнадан зияде пара айрылды. 123 миллион Киевде иш девам етмесіне йолланылды. Амма sonra пара масраф етілігі Украина қанунларына қаршы олғаныны ве кереклі кебі қоланылмағаныны белгіленді. Сайғылы серджеріміз Авсузский Буйве телеканалында сонки yüzге яйны. Умут етем Ибраим Умеровен башланған веменен биткен программаның мұсафірлері мерақлы мевзуларына керегі қадар ачықлады. Бұсе Украин UATV телеканалында Қырым татарлар муариетінің алып баражысы айтқан ведалашу сөзлеріdir. Оны январның 13-інде қапаттылар, коллективні тәтелге йолладылар. Бұақта Украинада малюмат сиясеті везірінің муавины Эмине Джепар өзінің Facebook сәйфесінде хабер етті. Маңа малюм олғанна көре шымды Қырым татар муариетінің ишыны девам етмеге ниеті yok. Яни Қырым татар тілінде яйынлав планлаштырылмай. Қырым татары тілінде яйынланған Украинаның малюмат ресурсларына девлет севиесінде ичте малие айырылмай. Ахмеджеттеки 5-ші санлы поликлиникасы için көчүчү маммограф кабинеті сатын алынды. Біріншілер сырасында Земаневи Донатмана Аэрофлотский қасабасында яшаған қадынлар сынап бақтылар. Бөле техника көкістеки рақ хасталығыны ерте басамақта анық етмеге имкан бережек. Мобиль комплексіні көргендер арасында мұхбиріміз Айша Шлакова олды. Берем, вот так приезжали. Опа, все.
Поймать момент, чтобы и больно не было, и в то же время получить достаточную компрессию молочной железы. Рентгенолог Аким Владимир Степанов маммограф насыл чалышқанын көстере. Бұл 40 яшындан кешкен әрбір қадынға таныш шейдір. Оны рақами рентген аппаратында кечірелер. 4 чекім yapmak керек. Аппарат, конечно, намного красивее и функциональнее, потому что то мы все вручную делали. Сейчас тут кнопочки, все автоматизировано, сменные, видите, сменные идут насадочки для каждой молочной железы. Вот тут для прицельной, это для более большой. Работать намного приятнее с таким аппаратом. Энді Ахмеджетке барып, узун невбетлерді турмақ зорур дегіл. Бөле мутихасыларнен машина тамам аэрофлотский хасабасына етіп келді. Бөле техника кокустеки рак хасталығыны эвелден анық этмеге имкан бере. Диагностиканы бедава кечмеге мүмкін. Очень оперативно, никаких побочных, ни больно, ничего. Все очень-очень хорошо. Все, спасибо. До свидания. Көчүчү маммограф кабинетini Ахмеджеттин 5 санлы поликлиникасына бюджет параларына сатын алдылар. Yüksek технологик мобиль ярдым Кырым пайтақтының веяқын ерлешкен көйлерінің сакелері үшін чалыша. Рентгенолог Эким мониторда yüksek рақами севиеде диагностиканы кечире. Бұл аппаратта yapılған чекімлерде малюмат чоқча ола. Бақу вақыты есе эки кереге экселе. Картинка очень качественная. Я вот сравниваю ее даже с тем, что вот получали раньше мы на пленочных маммографах. Она даже больше нравится, чем здесь. Ахмеджетсекені Диляра Апазова маммографияны сонки кере 2 ел евелсі кешкен еді. О вақыт қиынықларға раст келдім дей. Қадын онкодиспансерге етіп бармақ керек еді, невбетте есе 2 ай тұрды. Вот узнали, что в 5-й поликлинике появился такой вот передвижной маммограф, и очень обрадовались этому. Я, например, с радостью пройду обследование на таком аппарате. Статистика көстергені кабы анық олған онкология хасалықлары арасында 90%-ны тедавилемеге мүмкін. Ама бұл іш үшін хасталықны әрте анықламақ керек. Екімлер елда 2 кере маммография кечмеге тевсие етелер. Когда в Российской Федерации активно стал использоваться этот метод на такой ежегодной основе, то смертность от рака молочной железы среди женщин до 50 лет снизилась практически на 35%. Бүгін профилактик маммография бақуы диспансеризация программасына кірсетілі. Көчөжі маммографның чықыш графигіні Ахмеджеттеки 5-ші санлы хастаханесінің сайтында яда регистратурасында табаға мүмкін. Айша Шулакова, Максим Турчев, Миллет үшін. Сейітлер районында 2020 жылы алма бақчасының сачылығындан башланды. Аграрийлер әнді ilk 10 гектарны отырттылар. Анда дорт сорт сачмаға ниетленелер Golden Delicious, Florina, Папировка, Вес слава победителям деген чешетлері. Бірінші берекет не вақыт топланacаға ақында бізді мұхбірлеріміз білелер. Сейтлер районының Тотанай көйінді еш бір даққаға біле тоқтамай. Мақсус трактор топрақны қазып, яш тереклерні отыртта. Будем топтать. Надежда Пензенштадлер бақчада 30 жылдан зияде чалыша. Шымды көйдешлерінен бераберлікте топрақны бастыра. Если оно все разрыхлится, все, и корни будут видны сверху, и все, оно же должно укорениться все. Мы всегда так уплотняли. Только раньше делали это вручную, под лопатой. А сейчас, вот видите, трактор пригортает все вот это вот. Нам не надо ни копать ямки, ничего вот оно. Мы просто их вот уплотняем и все. Сколько времени уходит на один ряд? Ну, примерно где-то 15-20 минут. Бұл бөлгеде 10 адам чалыша. Бір смена девамында олар 3 гектарға яқын ерні сачмақ кереклер. Сыралар арасында 4 метр ер қалдырылмалы. Тереклер илік мейваларны тахминен 3 жылдан сон бері башлайжақлар. Келечекте аграрийлер 1 гектардан 40-қа яқын тонна жимаға ниет етелер. Мында алма тереклерінден ғайры куняйлан ве богдай да сачыла. Планируется на следующий год еще один инвестпроект, порядка 80 гектар земли. Также будут выращиваться косточковые, вот это черешня, вишня, слива. Вот, поэтому предприятие будет только развиваться и расширять свои масштабы. Планируется до 1000 гектар. Бұл ерде уч топрақ дамартасы бар, оларның умуми мейданлығы 90 гектардан зиядедір. Также на территории одного из сел, в частности, вот села Уютное, будет строиться фруктохранилище и будет строиться завод по переработке яблочного концентрата и яблочного пюре. Планаштырылған 90 гектардан бірінші оны енді сачылды. Ишлеріні февраль айының башына же екінлемеге істейлер. Айша Шулакова, Севилия Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін.
Ақяр Ялта yolunda Хмельницкая койының янында енгілі машина микроавтобуснен чатышты. Қаза юз берген ерге янған құртарыжы тақым yollanылды. Енгіл машинаның салонындан бұйық зарар көрген қадынны ве 15 яшлы өсмірні чықардылар. Баланың аяғы кузов қысымымен сықылған. Зарар көрген инсанларны тибби хадимлеріне еткізділер. Ахмеджетте айванлар үшін devlet тарафындан құрылған юваларының иншаатында бірінші басамақ екінленді. Бұл бір қатлы бина ве 148 көпек үшін вольердір. Оның құручылығына 50 миллион рублей масраф етілді. Бұл иштап 2018 сенесі июль айында башланған еді. Мемлекеттің лейхасы бойынша 2 бина құрылмасы планлаштырыла, шымды объекті бежірілген құручылық монтаж ішлерінде бір sıra хаталар тапылды. Құручы шіркет кележекте оларны доғыртмақ керек, sonra ise епісі керекли весиқаларны азырлап объектіні муниципаль реестр шахсиетіне кечірмеге планлаштыра. Тезден мұнда құручылығының екінші басамағы башланacak. Данный этап предполагает строительство также одноэтажного здания по тому же адресу на том же земельном участке, но уже с функциональным назначением ветеринарная клиника. То есть этот объект предназначен для лечения, стерилизации бездомных животных в целях дальнейшего содержания. Қырым сыныржылары қанансыз балық тұтылуыны тоқтаттылар. Азақ дәнізінде 300 метрлік чілтеріні чықардылар. Анда қырмызы китапқа көрсетілген онлар же қиметлі балық тұтылды. Оларның епісіні кенеде дәнізге қайтардылар. Бойле етіп сыныржы идаресінің хадимлері 100 бенге қадар зарар кетіруге yol бермеділер. 2019 сенесі девамында Қырым сыныржылары 17 бен тешкеру ве 8 бенге яқын рейд кечірділер. 600-ден зияды адам мемури месулиетке желп етілді. 2 кішіге қаршы жинай иш açıldı. Çoğusuna ise 15 bin ruble para cezası tayinlendi. Халқымның тақдирінде Ұлы Ватан Женкі Исмаил Гаспринский адына китапханесінде бойле мевзуда тедбір өткерілді. О хатыра ве шан шурет елына бағышланды. Мұсафірлер үшін әдеби коше ве 75 ел евесі олған дешетлі күнлеріні тариф еткен тақдирнаме азырланды. Қараманларының ве муэлифлерінің жесаретлігі ақта малюмат азырланды. Тедбір іштіракчилері аскерлерінің мектеплеріні оқыдылар. Улу Қырым татар ержесі ве бестекер Февзиали ватанпервер ерларыны icra etti. Bizler için, vatan için, halk için Kureşlerde helak oldu haline Cenk'te 60 bin Kırım Tatarı iştirak etti. Olardan 40% elak oldu. Halkının 17 bin vekili partizan hareketinin faalcısı edi. 20 bin vatandaşımız Almanya'ya yollanıldı. Faşistler 127 Kırım Tatar koyunu butunli yakıp yok etti. Ben ve bizden yaşça olan soyları bu duygunu taşıyan adamlara duygu taşıya olur mu ya yok. Daha doğrusu olamamız belki. Çünkü şükürler olsun o duygunu, o James'ini biz görmedik. Ama onu görgen adamlar ona bir başkaca yanaşaydılar. Tekrar bu komşularımız aytmaz gibi buzlar erigen son, Şamil ile din kibileri, onlar da özünün omuzlarını taşıydılar bu ağır yükünü de son alıp öyle bir eserler yarattılar. Hatırlatamız 2020 senesi Rusya'da Hatıra ve Şan Şuret yılı dep ilan etildi. Ulu Vatan Cenk'inin 75 yıllığına bağışlanған bayram tedbirleri butun yıl devamında ötkerilecek. Gasprinski adına kitaphanesinde de bir sıra vatanperverlik tedbirleri planlaştırıldı. 2019 senesi Galibe'nin 75 yıllığına bağışlanған internet portal açıldı. Tedbirde Yana Leyhan'ın birinci işleri takdim etildi. Bu bir sıra fotoresim, vesika ve Cenk iştirakçilerinin mektupları oldu. Yıl devamında Karamanlar cedveli ep toldurulacak. Kırımda Surva adlı yanı yılını kaydettiler. Milad bayramını Ahmedjet'teki Bulgar Medeniyet Merkezinde geçirdiler. Şu akşam urf adetler boyunca istegenler keyine kuşana eline Surva pıtağını ala ve yırla ediler. Bu ev arifi şekilinde taze kızılçık tereginin pıtağıdır. Onu çeşit tatlılıklarla bezettiler. Bu pıtaqlarla insanların omuzlarına orıp baxt, amanlık ve baylık dileyler. Böyle tedbirden son ev sahibi balalarga ziyafet veriyor. Так, ну что, примите наш подарок от нашей общины. Спасибо большое. Не спешите. Как обычно. Держи.
Сурва бу ресми олмаған, амма булгаларның ең севімлі байрамыдыр. Onun için Кырымда бу халқының векілері өз әдетлеріні унутмамаға тырышалар. Бу байрамны олар тантаналы шекілде қайдетелер. Каждый год, можно сказать, на протяжении всех 14 дней после Нового года с 1 января мы проводим сурвочку. Этот обряд проводится так, что мы начинаем, детей собираем, наши дети ходят по домам, проводят обряд сурвы, делают специальную сурвочку, которая состоит из сухофруктов, дождика, деревянной веточки кизила. И с этими сурвочками мы ходим и сурваем по домам болгар. Kadınlar ya da kişiler Zemanivet cemiyette en aktual şekilde müzakere etilgen sual konsert mevzusuna çevirildi. Cevaplar alıp barıcılarının sözlerinde, milli yırlarında ve Kırım tatarlarının oyunlarında aks etildi. Kim ziyade muhimdir acaba? Bizim levhamızda seyir etiniz. O evde apatsından balası hastalandı, o ketті işte. Театрымыздың артисті Рифат Сейтаблаев санаға кечмеге тырыша, ама администратор оңа разылық бермейді. Дейкі билетсіз театрге кечмек ясақтыр. Билетсіз кім кірежегіні, кім кірмежегіні о білер. Біраздан белі олғанна көре билетсіз адам ақшам концертінің албаржысы ола екен. Театр хадимлері бері-берлікте концерт кечірмеге қарар алалар. Тоқтамыз, acele iş şeytan karışır. Kadınlarga ve erkişilerge kaç turku başlandı. Bu mesele alıbarcılarını rahatsızlay. Olar bir fikirge kelip olamayıp davalaşalar. Nečindir men bu akayların şakalarını hiç de beğenmeyim. Білесің, Сусана, мен саңа бір сыр. Bu akşam Kırım Tatar Teatrının vokalcı artisti Hasan Bilalov Elmaz adlı alçaq gönüllü kızga sevga qında yer icra etti. Раиса Хачатряна седесю Кырым татар егеті қында ерлай. Оның ады Асан. Алыбаржылар давалашқан вақытта санаға Арсен Исамединов чықа яш ижраджы милли театрымыздың бұл кәлесіне қошылмаға чоқтан арзу етейді. Переживал, конечно, это мой первый раз, и первый раз на такой сцене выступить, и для такой публики, которая достаточно и много слышала нашу музыку. Санада Арсен чал атым серлевалы ерні ижра етті. Оның мойлафы Кырым чөлерінің сәкенлеріdir. Bu ise teatrının daimi musafırı Enver Saliyev. Omında ana tilimizni eshitib, böyle dülbir muhitten tolu şekilde zevqanmaq için kele. Erkişi taciplene ne için cemaat konsert ya da spektaklden evvel Kırım tatarca laf etmey. Biz ana tilimizni saqlamak için en olmaganda bele yerlerde özümüzün tilde konuşmak gerekmiz. Ana şunu aytma isteyim cemaatimizga. Hoş sefatlı konsertke Enveraga milli medeniyetmizge yakınca olmak maksadının keldi. Susana Barabasheva aytqanna ko'ra, bu programmani serjiler ve artistler ayrıca sevdiler. O başka konsertlerge bakkanda bambaşka. Birinciden mında çok şakalar var. Mında çok yanı nomer var. Yanı oyun, yanı yer, yanı aranjirovkalar var. Ve men bu konserti özüm pek yaxşı duyam. En sevimli şakalar var. Bu şakalar çeşit nesillerge ait kadın ve kişiler arasında vakit aktualdir. Sonunda neticesinde anlaşılaştı. Apalar olmasa bir şey yapamalar. Elbette apalar da böyle bir netice çıkarttı. Seyirciler hoş sefa konsertini beğendiler. O gösterilgendi Ersefer Teatrının zalında boş yer kalmay. Gerçek aytsam aklımda da tutmayım kaç sefer bu konsertini iştirak ettik sanada bizim teatrımızda. Ama her zaman daima başkacasına geçe. Çünkü seyircilerden işe artistlerinde nasıl diyeyim özlerini başkacasına duyalar. Seyircilerinden bağlı. Bugün anda milli teatrımızdan artistleri nefbeteki çıkışlarga hazırlanıp başladılar. Yanvarının 23'ünde olar Ekadülber Suğa Keter dep adlanğan spektaklini takdim edecekler. Herkes davet etili. Fatime Seydametova, Maksim Turchev, Millet üçün. Bugünge bu yapısı haberler Millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.